Дүниеде мамандықтың түрі көп, бірақ соның ішінде үлкен төзімділік пен темірдей тәртіпті талап ететін сала теміржол саласы. Менің әкем теміржолшы. Бұл мамандық сырт көзге оңай көрінгенімен, оның артында терең еңбек пен ұйқы үстінде жатыр. Әкем маған әрқашан теміржол қателікті кешірмейді. Мұнда бәрі нақтылық түседі деп айтып отырады. Шынында да, әкемнің бойындағы жинақылық пен жауапкершілік маған үлгі. Ол тек өз ісінің шебері ғана емес, сонымен бірге қиындықтан қорықпайтын қайсар тұлға. Мен әкемді мақтан тұтамын. Себебі ол тек біздің отбасы үшін ғана емес, көптеген адамдардың амандығы үшін еңбек етеді. Және де әкем бауырларымды еңбекке баулиды. Ол бізге еңбектің адам өміріндегі маңызы зор екенін түсіндіреді. Еңбек етсең ғана жетістікке жетесің деп үнемі айтып отырады. Әкем әр істің өз уақыты бар екенін түсіндіріп, маусымдық еңбектің де үлкен тәрбие беретінін айтады. Қар күре тазалық пен тәртіпке үйретсе, отын жару күш пен батылдықты арттырады. Осындай жұмыстар арқылы біз өмірге бейімделіп, нағыз еңбекқор болып өсеміз. Сонымен қатар әкем бізге бастаған істі соңына дейін жеткізуді үйретеді. Ол әрдайым адал еңбек еткен адамның еңсесі биік болатынын айтады. Менің анам үй шаруасында. Кейбіреулер оны мамандық деп ойламауы мүмкін. Бірақ меніңше, бұл ең жауапты әрі ең қиын мамандықтардың бірі. Анам күн сайын бізге тамақ дайындап, үйді таза ұстап, бәріміздің жағдайымызды жасап, тәрбиемізге көңіл бөледі. Ол біздің үйіміздің берекесі мен жылуын сақтап отырған жан. Анамның еңбегі таңнан кешке дейін тыным таппайды. Ол әр қайсымыздың көңіл күйімізді байқап, қажет кезде ақылын айтып, қолдау көрсетеді. Үй шаруасын атқару тек физикалық еңбек емес, ол үлкен жауапкершілік пен төзімділікті талап ететін жұмыс. Анам бізге жақсы әдеттерді үйретіп, тәртіпке, ұқыптылыққа баулиды. Сонымен қатар анам отбасының бірлігін сақтауға ерекше мән береді. Ол бәріміздің дастархан басына жинап, жылы сөз айтып, татулыққа шақырады. Қиын сәттерде сабыр сақтап, бізге күш-жігер береді. Оның мейірімі мен ақылы біздің өмірімізге бағыт-бағдар көрсетеді. Мен анамның еңбегін жоғары бағалаймын және оны мақтан тұтамын. Себебі оның қамқорлығы мен махаббаты арқылы біздің үйіміз әрдайым жылы, таза әрі бақытқа толы. Мен анамды қатты құрметтеймін. Өйткені оның еңбегі көрінбегенімен өте ауыр әрі маңызды. Анам бар жерде үйіміз әрқашан жылы әрі бақытты. Әкемнің сырттағы адал еңбегі мен анамның үйдегі тынымсыз тіршілігі бір-бірімен үйлесіп, біздің бақытты да берекелі отбасымызды құрайды. Екеуінің еңбегі екі түрлі болғанымен, мақсаты бір, отбасының амандығы мен бақыты. Мен ата-анамды мақтан тұтамын және олардың сенімін ақтауға тырысамын.